Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 2005 жылғы 25 қазандағы қарарына сәйкес қарашаның 3-ші жексенбісі дүниежүзілік жол көлік оқиға құрбандарын еске алу күні болып табылады. Осыған байланысты қараша айының 13-19 жұлдыз аралығы мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттары мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен бірге жол жүрісі қауіпсіздігі апталығы кең ауқымды республикалық акциясы өткізілуде. Іс-шараның басты мақсаты жол көлік оқиғасы салдарын қоғамға, жол жүрісіне қатысушыларға жеткізу. Осыған байланысты жол көлік оқиғаларының алдын алу, оларды болдырмау мақсатында автошеру өткізілуде.